Жылы сөзіміз азайды қайтатын көңілге. Әдепсіздігін жүрсе де үнемі байқатып төріңде, айта алмай қалдық аталы сөзді айтатын жерінде. Ал кей жерде тарылып, ой кен аямыз. Біреудің сүрінгенде ой кеп жаямыз. Сөйлемейтін жерде ылғи сөйлеп қоямыз. Сосын жүреміз, ниетім дұрыс еді деп. Неге мені жұрт түсінбей тырысады кеп? Түсінсуге емес, жеңуді көздеген ғана ұрсады көп. Нәпсіні өлім жеңеді, наданды қысым. Жақсына үгіттеумен де ағардысың. Орнымен айтып, ал кейде үндемеуің адамдық үшін.